мынау алтын тарақты қыз деген сақтар өнеріндегі аң стилі қалай дамыды сол туралы. Өйткені мынау біздің алтын адамымыз қазір дүние жүзін аралап жатыр, бүкіл дүние жүзіне біздің сақтардың өнерін тамсандырып, таңғалдырып, бүкіл дүние жүзіне танытып жатыр. Сол өнер басында қалай басталды, неден басталды, біз осы туралы фильм жасамақшымыз. Алтын тарақты қыз дегенде алтын тарақ не үшін алтын тарақ? Өйткені бұл сақтардың өнерінде бар, бір тарақтың несі бар. История одной вещи деген сияқты болып, сол өнер қалай басталғаны туралы қызықты сондай тарихи не болмақ. Бұл жерде біз стилінің қалай туындағаны, бір кішкене аңшының баласы кішкентай кезінен батпақтан мүсін жасап, кейін өскеннен кейін соны барельеф күйінде өткізіп, жоқ, бұл тарихи фильм кәдімгідей. Сол қазір енді біздің қазақтардың сол кездегі өнері эпоха возрождения деген сияқты болған ғой сол кезде. Біз соны әлі насихаттай алмай келе жатырмыз кино жағынан. Сол осы кинода біз осы сақтардың өнеріндегі звериный стиль, аң стилі қалай туындағанын көрсетеміз. Бұл бір. Екінші, Қожа Ахмет Яссауи туралы фильм. Бұл әрине мынау Түркістанда қазір үлкен болып дамып жатыр, үлкен қала болып келе жатыр. Соның ішіндегі Қожа Ахмет Яссауи бұл кім болған деген тақырыпқа, әрине ол оның туылған жері Сайрам, бұрынғы Исфиджаб, анасы сол жерде жатыр, әкесі сол жерде жатыр. Сол жерде Сайрамда қалай туылғанын көрсетіп, оның қалай кейін Түркістанға келіп, осындай дін жолына түскенін, олардың қалай арыстан-баптан сондай өзінің несін алғандардың бәрін осы фильмде бастан аяқ көрсетеміз деп ойлап жатырмыз. Және де бұның сценарийін Сая Қасымбек деген драматург жазды. Ол белгілі драматург. Ол кісінің жазған пьесаларының бәрі Астана, Алматы және де басқа да қалаларда көрсетіліп жатыр қазір. Бұл діни басқармамен келісіліп көрсетіліп қойған. Негізі сценарий барысында бәрі белгіленіп қойған, ешқандай қарсылық жоқ ол жақтан. Егер де осы киноны түсіретін болсақ, біз жаңа Қожа Ахмет Яссауидің кім екенін осы фильм арқылы таныта аламыз. Және де оның суфизмді қалай насихаттаған, ол суфизм діні қандай дін екенін білдіреміз. Және де оның көптеген кітаптарындағы өзінің жазған өлеңдеріне мұқият зерттеліп, сол өлеңдерді нені білдіреді, қандай